Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Шет ауданы Ыбырай Алтынсарин атындағы Тірек мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Жексенбекова Жанар Тілеукаримовна өзімнің педагогикалық тәжірибеммен бөліскелі отырмын. Тақырыбым әдебиеттік оқу сабақтарында сахналық қойылымдар арқылы оқушылардың актерлық шеберліктерін дамыту әдістемелік құралы. Мақсаты білім алушыларға әдебиеттік оқу сабақтарында сахналық қойылымдарының негіздерін үйретіп, оларды шығармашылық тұрғыда дамытып, сахна өнеріне жақындату. Бұл тақырыпты алудың себебі неде? Қазіргі кезде қаншалықты өзекті деген сұрақтар туындайды. Әдістемелік құралдың өзектілігі қазіргі қоғамда балалардың шығармашылық әлеуетін дамыту, оларға көп қырлы білім беру өте маңызды. Әдебиеттік оқу сабақтарында мұғалімдердің жиі кездесетін мәселелердің бірі оқушылардың шығарманы түсін оқымау. Талдау жұмыстарының барысында қателіктерді басым дерлігі оқылған мәтіннің идеясы мен негізгі идеясын анықтауда. Осындай жағдайда оқушылардың жауапкершілігін сезіндіру өте маңызды рөл атқарады. Ол үшін диалогтық оқуды басты назарда ұстаған жөн. Әр оқушыға барынша меңгерулеріне септігін тигізері анық. Сахналық өнер бұл балалардың эстетикалық дамуына маңызды рөл атқаратын құрал. Әрине, жеке ерекшеліктеріне қарай кей балалар ұяңдау, ұялшақтау болып келеді. Олар бірден ондай жауапкершілікті мойнына алудан қашқақтайды. Тіпті қарсы болулары да мүмкін. Алайда, ол үшін сахналық қойылымдардың ең оңай үлгілерін бастаған жөн. Мысалы, сахнаның артында басқа бір кейіпкерлердің рөліне ену арқылы өз бет бейнесін көрсетпей сөйлету қажет. Міне сонда бала өзін еркін сезіне түседі. Осылайша жайлап қуыршақтардың жанында көрініп тұрып сөйлеуге, одан соң тіпті қуыршақсыз да сөйлеуге машықтанары анық. Әдістемелік құралдың міндеттеріне тоқталар болсақ, сахналық қойылымдардың түрлері мен техникасын үйрету, балаларды қуыршақ жасау мен сахнада ойнау дағдыларын дамыту, балалардың шығармашылық және қиял әлеуетін дамыту, қуыршақтармен қойылымдар қойып, олардың эмоционалдық интеллектісін арттыру, сөздік қорларын молайту, ойларын әдеби тілмен көркемдеуге машықтандыру, сахналық өнерді баланың күнделікті өміріне енгізу, балалардың топтық жұмысқа баулу, өз пікірлерін ашық түрде білдіруге үйрету, балалар мен ата-аналардың бірлескен жұмыстарына қолайлы жағдай жасау. Әдістемелік құралдың жаңалығы интерактивті әдістер мен ойын элементтерін пайдаланып, оқыту процесін қызықты әрі тиімді етеді. Театралдық қойылымдар арқылы балалардың сахналық дағдылары шыңдалады. Қуыршақ театр арқылы балалардың эстетикалық, мәдени, шығармашылық даму процесін қолдайды. Әр қойылымды дайындау барысында оқушылардың шығарманы оқу сауаттылықтары және шапшаң оқулары артып, әдебиеттік оқу сабақтарында белсенділік танытуға ынталанады, білім сапасының өсуіне әсерін тигізеді. Осыдан күтілетін нәтиже түрлі қуыршақ театрларының үлгілерін, олар қуыршақ, саусақ, сүзгі, көлеңке, қасық, орамал сахналай алады. Шығармашылық қабілеттері, актерлық шеберліктері артады. Адамның эмоционалды жағдайы, ым-ишара арқылы түсіну қабілеті артады. Оқушылар халық ауыз әдебиеті мен авторлық шығармалардың тақырыбы мен идеясын дәл сезініп табуға, кейіпкерлерді бағалауға, адамгершілік қасиеттерді дәріптеуге ниеттенеді. Қуыршақтар мен қойылымдар қойып, эмоционалдық интеллектісі артады. Сөздік қорлары молаяды, диалогтық оқу сөйлеу дағдылары дамиды. Мәдени өрісі кеңейеді, тұлғаның әлеуметтенуі де іске қосылады. Ата-ана мен бала арасындағы сенімді қарым-қатынас орнайды. Болашақ мамандығын таңдауға, келешекте ата-ана және ата-әже рөлін сезініп өздеріне жүктелген отбасылық міндеттерін мінсіз орындауға ынталанады. Енді осы әдістемелік ұсынымдарға тоқталар болсақ, бұл әдістемелік құрал 4-ші сынып әдебиеттік оқулығына негізделіп құрастырылған. Оқулық бөлімдеріндегі барлық мәтіндерді сахналауға келеді деуге болмайды әрине. Сондықтан саралай келе, оларды бірнеше топқа бөліп, ерекшеліктеріне қарай сахналауды ұсынамын. Мысалы, 1-ші бөлімдегі қазыналы қарт тәлімін саусақ театрына, ғажайып бақ қолғап театры, шал мен бала сүзгі театры, бақыт деген не қуыршақ театры, зерделі аңызын сахналық қойылым ретінде, алтын сақа орамал театры қойылып жасап сахналауға болады деп ұсынамын. 2-ші бөлімде ақылды аспаз сахналық қойылым, сатылған көлеңке театрын, Аяз бен Қадыр саусақ театры, Ахмет Мерген қолғап театры, Кітап мұны саусақ театры, 3-ші бөлімдегі алыптардың айтысы саусақ театры, 7 түсті желбір гүл қасық театры, оқу кәмпиті сүзгі театры ретінде қойылымдар қойса өте қызықты болады. Осыны яғни бағалауда сабақ барысында бірнеше түрін іске асыруға болады. Олар әрине өзін-өзі бағалайды, мұғалімнің бағалауы және оқушылардың бірін-бірі бағалаулары.
Әр жұмыс парағының соңында мынандай бет бейне бар. Міне осы бет бейнені олар әр кезде мынау театр үлгілерінің мына күліп тұру, немесе мұңайып тұру суретін салу арқылы өз көңіл күйлерін білдіреді. Енді әдістемелік құралдың қосымша көмек ретінде оқушының жұмыс дәптері жүреді. Бұл жұмыс дәптерінде мынандай шартты белгілер бейнеленген және әр тақырыпқа қосымша жұмыстар ұйымдастырылған. Бұларды сабақ барысында, сонымен қатар үй жұмысына да беруге болады. Ал енді осы әдістемелік құралды жыл бойы қалай жүргізді және ол қандай нәтиже берді деген сұраққа келесі диаграммамен жауап берейік. Білім сапасы 2023-2024 жылы жалпы алғанда 75% көрсетсе, осы әдебиеттік оқу пәні бойынша 25 жылы, яғни оқу жылының соңында 80%-ға көтерілді. 80%-ды көрсетті, яғни 5%-ға көтерілді. Сонымен қоса, әдеби шығармаларды талдауда, кейіпкерлерді сипаттауға, негізгі ойды анықтауда, шығарма бойынша әдеби эссе жазуға да үйренді. Оқу сауаттылықтары қалыптасып, шапшаң оқу көрсеткіштері 10%-ға жоғарылады. Мектепшілік іс-шараларда қуыршақ театрын көрсетіп, аудандық байқауларда сахналық қойылымдар қойып, жеңімпаз атанды. Атап айтқанда, аудандық ыбырай оқулары байқауында шағын әңгіме шеңбері номинациясы бойынша бірінші орынға ие болдық. Облыстық бүркіт оқулары байқауында бас жүлдеге иелендік. Әдебиеттік оқу сабақтарында сахналық қойылымдар арқылы оқушылардың актерлық шеберліктерін дамыту әдістемелік құралының апробациясы оқу үдерісінде оң нәтиже берді деуге болады. Енді жетістіктерімізге тоқталатын болсақ, міне балалардың қатысқан түрлі қойылымдары назарларыңызда. Міне сабақ барысында көлеңке театры, мәнерлеп оқулары, қойылымдар түрлі. Осылардың барлығына балалар қатысып, өздерінің актерлық шеберліктерін шыңдай түсті. Енді қорытындылайтын болсақ, балалардың жан дүниесі өзінше бір әлем. Олардың жан жүрегіне жол табу оңай емес. Балалардың көңіл кілтін қалай табуға болады? Әрине, олармен бірге балаша ойнағанда, қуанғанда, дос болғанда. Міне, балаларымыздың көңілінде осындай эмоцияларды сақтап қалу өте маңызды. Өйткені өмірді тануға, қиындықты еңсеруге, жамандықтың жақсылықты жеңуіне сенулері қажет. Сахналық қойылымдар әр балаға қуаныш, ұмытылмас әсер сыйлайды. Қазақ халқының өнер жұлдыздарының бірі Шәкен Айманов. Театр адамдарды туыстандыратын шығармашылық отбасы. Сахна өнері тіл жетпес құдіретті өмір шындығын білу, яғни адамның сахнаны сүймеуі мүмкін емес деген болатын. Балалар тілін дамытуда, олардың өмірге деген көркемдік көзқарастарын қалыптастыруда театрландырған қойылымдар ерекше рөл атқарады. Балалар кейіпкерлерді ойнай отырып, олардың іс-әрекеттері мен мінез-құлықтарын береді және ойын арқылы тілдерін дамыта отырып, адамгершілік жақсы қасиеттері қалыптасады. Сондықтан балаларға әдебиеттік оқу сабақтарында сахналық қойылымдарының негіздерін үйретіп, оларды шығармашылық тұрғыда дамытып, сахна өнеріне жақындатсақ, актерлық шеберліктерін дамыта аламыз деуге толық негіз бар. Енді құрметті әріптестер, кері байланысқа тоқталатын болса, мына оқушының жұмыс дәптерінде 5-ші сабақта бақыт деген не деген тақырып берілген. Осы жердегі міне балалардың сүйіп көретін ой жұмбақ мультфильмі бар, мультсериал. Міне осы жердегі эмоциялар арқылы кері байланыс жасаса. Егер де осы әдістемелік құралға, яғни сіздерге өз тәжірибелеріңізде қолдансаңыздар, сізге яғни бүгінгі сабақ бір қуанышты бір әсер берсе, онда 1. Ал егер де мұң десек, онда 2. Жалпы қызғаныш 3, және ашу білдіріп тұрса ол 4, және қорқыныш ол 5-ші суреттегі кейіпкер. Сіздер мына чатқа жазып өтсеңіздер, қандай белгіні, яғни таңдайсыздар қай кейіпкерлерді? Кешірім сұраймын. Осындай кері байланыс берсеңіздер, және де сұрақтарыңыз болса, қоя берсеңіздер, әріптестер. Құрметті әріптестер, жалпы алғанда бұл әдістемелік құрал өз тәжірибемде үлкен бір жетістікке жеттім деп ойлаймын өз тәжірибемде. Себебі білім сапасының артуына, оқушылармен жақындасуыма, жалпы сыныптың ауызбіршілігіне, бір-біріне деген жақындығы артты, ұйымшылдықтары артты деп ойлаймын. Сонымен қатар ұмытылмас әсерлер сыйлады. Есте қаларлық, ертең мектеп бітіріп кеткенде де, осы мектепте қалай оқыдық, не істедік дегенде, осы әсерлермен бөліседі деген үлкен бір
сенімде отырмын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.